Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Назерке. Бүгін мен эстонский калаш пісіремін, яғни ішіне укроп пен чеснок қосылған нан. Ол үшін алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, ашытқыны, қант және ұнды салып араластырып апара дайындаймыз. Барлығын араластырып болып, апарамызды 15 минутқа жетілуге қоямыз. Жетілгеннен кейін оның үстіне жылы суымызды, қаймақты, жұмыртқа және сары майды саламыз. Үстіне тұз салып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз болғаннан кейін көтерілуге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін қамырымызды алып 3 бөлікке бөлеміз. Мен әр бөлікті 500 граммнан етіп алдым. Қамырымызды алып, оны дөңгелектеп жайып шығамыз. Ішіне салатын салмасына чеснок пен укропты турап, сары маймен араластырдым. Бұл дайын қоспамызды қасықпен жайып шығамыз. Қамырдың барлық шетін жауып тұруы керек. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай укроп пен чеснокты көбейтесіз немесе азайтасыз. Салмамызды жағып болғаннан кейін қамырымызды дөңгелек тығыз етіп ораймыз. Енді қамырымызды қалыптауға көшеміз. Қамырдың жоғарғы жағында кішкентай жабық жерді қалдырып, қалған жерін 2-ге бөліп кесеміз. Екіге бөліп алған қамырымызды айқастыра ораймыз. Кейін басы мен соңын бір-біріне қосамыз. Ашылып кетпейтіндей етіп қосу. Осымен біздің нанымыз дайын болды. Бетіне жұмыртқаны жағып, пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламын. Өте әдемі, өте дәмді және сырты қытырлақ болып шығатын эстонский калаш дайын болды. Барлығыңызға ұнайтынына сенімдімін, жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.